Баршаға қайырлы күн. Бүгінгі тақырып бізде бронхиалды астма жайлы айтатын боламыз. Бронхиалды астма дегеніміз бұл ентігу немесе тұншығу ұстамасымен сипатталатын өкпенің созылмалы аллергиялық ауруы. Астмаға не себеп болады? Тұқым қуалаушылық, семіздік, темекі шегу, қоршаған ортаның ластануы, аллергиялық шаң-тозаңдар және де үй жануарлары, ит, мысық. Астманың белгілері: тыныс алудың қиындауы, жөтел, әдетте түнде не таңертең ерте басталады немесе күшейеді. Кеуде тұсының ауырсынуы, дем жетіспеу сезіледі. Астманың алдын алу шаралары: дене шынықтырумен айналысу, темекі шекпеу, ішімдік ішпеу, тыныс алу жолдарының ауруларын дер кезінде емдеу, тұмау, бронхит және де аллергия туғызатын заттардан аулақ болыңыз. Және үйді шаң-тозаңнан таза ұстасаңыз. Аллергия тудыратын тағамдарды астма әсерінен шектегеніңіз жөн. Олар цитрустық жемістер, апельсин, мандарин, лимон және де жаңғақ. Оның ішінде фундук, миндаль және арахис жатады. Астмасы бар адамдар және де балық өнімдерінен бас тартқан жөн. Астмасы бар адамдарға қатты аллергия тудыратын бұл шоколад. Сол себепті шоколадты көп қолданбағаныңыз жөн. Ауырмаңыздар. Егер каналым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться етіп кетіңіздер.